Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Міне, бүгін көптен бері күтіп отырған біздің марафонымыз басталмақшы. Осы уақытқа дейін көп қызық еншектермен бөлісіп отырған өзімнің рецептімен сіздермен де бөліскенді жөн көріп отырмын. Әрбір отбасыда дайындалатын, әрбір отбасыда бар заттармен осындай керемет тауық етінен жасалған роликтерді бүгін дайындаймыз. Ол үшін сіздерге керегі жұмыртқа, ірімшік, жарты данадан сәбіз, пияз, шегілген тауық еті және де дәмдеуіштер. Әрбір отбасы табылатын майонез, манка ұнтағы. Ендеше сабағымызды бастайық. Енді біздің кезектегі тауық етінен дайындалатын рулетімізге сыртындағы омлетін дайындаймыз бірінші. Ол үшін бізге керекті жұмыртқа. Сіздерде егер первый категория болатын болса 3 жұмыртқа қолданасыздар, егер средний категориядан болатын болса 4 жұмыртқа қолданасыздар. Бүгін менде қолдың жұмыртқасы, сол себептен 4 жұмыртқа қолданамын. Ірімшік, 100 грамм ірімшік бізде. Оны теркадан өткізесіздер, крупный теркадан. Және де майонез бізде 100 грамм. Және 3 қасық бізде манка ұнтағы. Щепотка тұз және де бұрыш. Ал ендеше біздің жұмыртқамызды, жуылған жұмыртқамыз біздің саламыз. Жұмыртқамыз. Осы жұмыртқаны сәл ғана араластырып аламыз. Бір-бірімен біріккенше. Осы жұмыртқаға біз теркадан өткен сырымызды қосамыз. Және де оны араластырамыз. Біргелік қылып араластырып алыңыздар. Осыған енді біздің майонезімізді қосамыз. Бұл жерде егер болмаса 3 қасық деп есептеңіздер. Ас қасықтан 3 қасық. Араласқан мастамызға біздің тұзымызды және дәмдеуіш бұрышымызды, қара бұрышымызды қосамыз. Және де 3 ас қасық бізде манка ұнтағы. Енді бұл біздің омлетімізді 10 минут демалуға қоямыз. Себебі манка ұнтағы ісіну керек. Міне қазір 10 минут тұрды біздің омлетіміз. Енді қазір мына протеинге пергамент қағазын төсеп, осының үстіне құйып, біргелік қағып жаясыздар. Біргелкі болсын, осы 4 бұрышты қып жайып шығасыздар. Және де 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Сәл қызарғанша ғана. Ал мына қыздар, біздің омлетіміз пісті. 10-15 минуттан кейін осылай 180 градуста піскен омлетіміз шыға салысымен ыстық кезінде осы пергаментмен бірге орап қоямыз. Өзінің формуласын сақтап қалу керек. Осылайша өзі суығанша суытамыз. Міне енді ортасындағы салмасын дайындаймыз. Біз алдын ала омлетін дайындап қойдық, енді ортасындағы салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық еті неден тартылған
және де ол 220 грамм болу керек. Оған біз алдын ала жарты дана сәбіз, жарты дана пиязды жақсылап сығып, соғын шығарып тастауымыз керек. Су болмау керек, құрғақ болу керек. Себебі су болғаннан кейін ортасында шашылып кетеді салмамыз. Міне осыны қосамыз. Және де тұз, бұрыш қосамыз. Осыны жақсылап араластырып, біркелкі қылып 10-15 минут біздің омлетіміз дайын болғанша тұру керек. Дайын болған салмамызды суыған омлетіміздің ортасына салып, біркелкі қылып жайып, және орап пісіреміз. Міне осылай біздің салмамыз дайын болды. Біз енді кезекте салмасын дайындадық, омлетін дайындадық, енді біз оралу жолын көрсетеміз. Қалай оралады, қалай жиналатын. Ол үшін бізге Тальгон фирмасының фольгасы керек. Осындай қалың фольга, жұқасы мүлдем жиналуға келмейді. Сол себептен осы Тальгон фирмасынан алыңыздар. Міне біздің омлетіміз суыды. Осылай пергамент қағазынан алып, фольгамыздың бетіне төсейміз. Және де мына салмамыз біздің дайындалған. Осы салманы омлетіміздің бетіне біркелкі қылып жайып шығамыз. Мына осылай біркелкі қылып жайып, шетіне жеткізбейміз. 1 сантиметрден қалдырамыз екі шетінен, жан жағынан. Себебі қазір оралған кезде қысылып шығып кетуі мүмкін. Және ортасына болгар бұрышын тәтті, соның қызылын қоссаңыздар болады, және де қоспай істесеңіздер болады. Енді ол на вкус кетеді. Бізде әркімнің талғамына қарай қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Міне біркелкі қылып жайып алдық қазір. Мен өзім ұнатамын болгар бұрышын, себебі кесілген кезде арасында әдемі көрінеді. Міне осылай кішкене басамыз, және де орап шығамыз. Ораған кезде де бір үстінен басып тұрып тығыздап ораңыздар. Піскен кезде ол шашап кетуі мүмкін. Кескен кезде ортасы ашық-ашық болып. Мына біздің астында қалған шопымыз міндетті түрде астында қалу керек. Осылайша мына фольга қағазымен орап шығамыз біз. Астындағы шопты міндетті түрде қолыңызбен байқап отырыңыз, себебі егер үстінде қалып кетсе, піскеннен кейін ол кесілген кезде шоп үстінде қалып ашылып кететін болады. Сол себептен шопты міндетті түрде астында қалдырыңыздар. Піскен кезде өзі жабысып піседі, сол кесілген кезде мүлдем шашылмайтын болады, ашылып кетпейтін болады. Осылай тығыздап орап аласыздар, екі жағын қатты басып. Осылайша екі қабат фольгаға ораңыздар. Енді бұл оралған біздің рулетімізді тауық етін 35 минутта піседі 180 градуста, ал сиыр еті 45 минутта піседі. Піскен рулетімізді шығарып, суытып, 1 сағат тоңазытқышқа салып, одан кейін барып кессеңіздер, біркелкі әдемі болып шығады рулеттеріміз. Міне қыздар, біздің дайындаған рулетіміз пісіп, суып, және де 2 сағат холодильникте тұрып, енді міне шығардық қазір. Енді сыртындағы фольгасынан босатамыз.
босатып, одан кейін кесетін боламыз. Міне осылай фольганы сыртынан шығардық. Енді кесетін боламыз. Қараңыздаршы, бір келкі. Астындағы мен бағана айтқан шөп міне астында қалды. Міне осындай біздің курине рулетіміз. Қазір кесіп қоямын. Міне қыздар, біздің дайындалған курине рулетіміз бұл. Омлетный курине рулет дейміз. Міне ортасы бір келкі. Бағана айтқан қызыл біздің болгар бұрышымыз осылай шығады. Ас болсын сіздерге. Енді кезекте сіздердің нәтижелеріңізді күтемін.